Ассалаумағалейкум, алаш жұрты. Семей телеарнасының эфирінде көкейкесті бағдарламасы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Абай мұрасы, халық қазынасы. Студиямызға келген мейманмен таныс болыңыздар. Абайдың мемлекеттік тарихи, мәдени және әдеби мемориалдық қорық мұражайының директоры және Қазақстан тұлғалық музейлер қауымдастығының төрағасы Болат Жүнісбекұлы мырза. Студиямызға қош келдіңіз, Болат Жүнісбекұлы. Рахмет, қош. Болат мырза, жалпы бүгінгі тақырыбымыз Абайдың мұрасы, халық қазынасы. Енді Ахмет Байтұрсынов қазақтың бас ақыны Абай дейді. Жалпы қазақ поэзиясына Абайдан кейінгі, Абайдан дейінгі деп қарастырып жатыр. Бүгінгі таңда Абай мұрасы, халық қазынасы. Асыл мұраны осы қаншалықты біз керегімізге жаратып жатырмыз, қалай ойлайсыз? Ең алдымен қуаныш мынау ұлы Абай мұрасын насихаттауда, шәкәрім Мұхтар мұрасын насихаттауда Семей телеарнасының үлкен жұмыс атқарып отырғанын бүгінгі мынау әңгімеге шақыра отырып, азды болса ұлы атамыздың, қазағымыздың ұлы қайраткері, ұлы ақынының мұрасын насихаттауға тағы да бір септігі тисін деген тілектерің үшін ең алдымен рахметімді айтқым келеді. Ал енді Абай мұрасы деген кезде жалпы шын мәнінде ұлттың қай-қайсысы болсын, қай ұлт болсын, қай халық болсын, оларды өзгеге танытып тұратын, алдымен ұлттың өзінің ерекшеліктері болса, ерлік дәстүрлері, елдік дәстүрлері, тұрмыс салт тіршіліктері болса, сонымен қатар жаңағы ұлттарды өзге дүниеге танытатын ұлы тұлғалары болмай тұрмайды. Өйткені ұлы халық болғаннан кейін біздің халқымыз, қазағымыз, кейде әркім әртүрлі бір біздің қазағымыз былай жасамады, қазақ десең өзіңе тиеді деген сияқты бір ұсақ сөздер айтып жатады. Шын мәнінде осынша ұлан-ғайыр аумақты ие болып тұру, бұл осындай тұлғаларының баршылық болғаны, аз болмағанын көрсетеді. Бірақ соның ішінде әрине ұлы Абайдың тұлғасы елден елге ерекше көрінеді. Қазір бізде жалпы Абайды насихаттауда сонау Әуезовтен бастап абайтанудың жалпы арқа тірегі, сүйеніші ғұлама Мұхтар Әуезов Омарханұлы болса, бері қарата тартқан кезде бізде Абайдың биіктігі, Абай шыңы, Абай тұңғиығы, тіпті Абай шыңырауы деп жазатын абайтанушы ғалым азаматтар, замандастарымыз көп. Бірақ Абай туралы айтқан кезде Абайдың биіктігі, тереңдігі ол өз алдына. Негізінен Абай сәулесі деген бір ұғым енгізсе деймін. Өйткені ұлы Абайдың әрбір өлеңіндегі жалпы бір шумақ емес, сол шумақтың ішіндегі әрбір сөзден, немесе қара сөздеріндегі әрбір түйіннен біздің қазіргі замандастарымызда үлкен ұлағатаулына болады. Сонау жүз жылдық тойланған кезде елбасымыз осы Семейде болып, осы Абай туралы сөз деген үлкен баяндама жасаған екен. Сол баяндамасында айтады: шіркін біз ұлы Абайдың шығармаларын, ұлы Абайдың мұрасын ертерек оқыған болсақ, қазір мына өтпелі кезең 90-шы жылдар деген халқымыздың басына үлкен қиындық әкелген, бұрынғы қалыптасқан дәстүрлердің, қалыптасқан экономикалық, әлеуметтік байланыстардың бұзылған кезінде, егер біз осы Абайды ертерек оқысақ, кейбір кеткен кемшіліктер болмас еді деген үлкен сөз айтты. Осыдан ақ, жаңағы елбасының бір сөзінен ақ, біз бүгінгі заманымыздың, кешегі өткеніміздің биік асылы ұлы Абай мұрасы екенін түсінеміз. Енді және сөзіміздің басында айтып кетті, Қазақстан тұлғалық музейлер қауымдастығы туралы сіз төрағасы болып сайландыңыз. Мақсаты қандай? Қандай жұмыстармен айналыспақсыздар? Жалпы бізде жаңағы 200-ге жуық музей бар екен республика бойынша. Олар енді әртүрлі өлкетану мұражайлары бар, әртүрлі тұлғалардың өмірін, мұрасын насихаттауға арналған мұражайлар бар. Әлеуметтік, жаңағы танымдық, тіпті жаңағы биологиялық немесе географиялық әр жердің өзінің табиғатын, жаңағы жан-жануарлар дүниесін таныстыратын, тіпті әр елдің өзінің ерекшелігін көрсететін салт дәстүрге арналған сондай мұражайлар бар. Бірақ соның ішінде 60-қа жуық жаңағы тұлғалық музейлер бар екен. Бұл сонау Абылай ханнан бастап, Абылай ханның қасындағы бас кеңесшісі Бұхар жыраудан бастап, бері қарай тартқанда біздің халқымыздың қаһарман ұлдары, сонау Амангелді, Иманов,
біздің алаш арыстары, одан бері келген кезде сонау ұлы отан соғысына қатысқан Мәншүк Әлиялар, осы сияқты біздің үлкен тұлғаларымызға, сонау Сара, Абайдан бір жасы ғана кіші ұлы ақынымыз Жамбыл Жабаев, сол сияқты Кенен Әзірбаев сияқты тұлғаларымызды таныстыруға арналған. Бірақ бұлардың бір қатары мәселе Алматы мен Астанада орналасса, бір қатары облыс орталықтарында, ал кейбірлері мүлде жаңағы ауылдарда, жаңағы Кененнің немесе Мұқағалидың өздерінің туған жерлерінде ғана орналасқан. Шоқан Уәлихановтың мысалы. Шоқан Уәлихановтың мұражайы да бар, дұрыс айтасың. Осы Ыбырай Алтынсарин, біздің ұлы тұлғаларымыздың негізінен енді түгелге дерлік қамтылған десек, жаңағы мұрасын артық айтпаймыз. Бірақ бұлардың жаңа мысалы Астанада орналасқан, тіпті біздің Семейдегі орналасқан мұражайлардың жағдайлары ауылдағы қарағанда әлдеқайда жоғары екені түсінікті. Келушілер де бізге көбірек. Ал енді жаңа алыстағы шалғай ауылдарда орналасқан мұражайлар мүлде кішкене оқшаулау қалып қойды. Сондықтан біздің Мәдениет және спорт министрлігінің басшылығының бізге берген тапсырмасында былтыр осы мұражайлардың басын қосып Қазақстан тұлғалық музейлер қауымдастығын құрсақ. Олардың арасында бір байланыс орнатылса деген бізге тапсырма берілген болатын. Енді кейде әркім бір қызметке ұмтылғандай болады ғой, жаңа Қазақстан тұлғалық музейлерінің төрағасы деп жатырмыз. Бірақ біз жаңағы негізінен мақсатымыз берілген тапсырманы орындау болды. Осы мақсатпен әріптестерімізге облыстардағы, аудандардағы хабарласып, олар жаңа министрліктің басшылығының біздің ұсынысымызды толықтай қабылдап, соның нәтижесінде әртүрлі ақпараттық материалдар жинап, деректер жинау арқылы осы биылғы жылғы 18 мамыр өзіңіз білесіз халықаралық музейлер күні Астанадағы ұлттық мұражайда үлкен кездесу өтті. Сонда құрылтай конференциясын өткізіп, жаңағы 50 шақты мұражайдың жетекшілері бас қосып, сол жерде министрдің атына марапаттау ұсынып, олар бір қатар тіпті 20-30 жыл жұмыс істеген, бірақ бірде-бір марапат алмаған жаңағы ішінде басшылар бар. Осындай үлкен жаңағы тұлғалық музейлер қауымдастығын құру туралы шешім қабылданған болатын. Арада сол бір айдың ішінде біз Семейге келісімен ол жаңағы тіркеуден өткіздік, тұлғалық музейлер қауымдастығын. Сонымен қатар арнайы буклет кітапшалар шығарылды. Ал енді бүгін келген кезде де осы мына жалпы тұлғалық музейлердің өзін ғана емес, сонымен қатар тұлғалық музейлердегі тұлғаларды насихаттайтын Бұқар жырау кім еді? Амангелді кім еді? Мәселен, немесе алаш арыстары біздің өзі Семейде мына Әлихан Бөкейханнан бастап Ахмет Міржақып, Мағжанға арналған мұражайымыз бар. Мұхтар Әуезовке арналған мұражайымыз бар, өзің білесің. Осылар кім еді деген тұрғыда әрбір тұлғаның өзіне арналған жаңағы мұражайлардың жетекшілері немесе ғалымдар жазған материал құрастырып отырсыз. Бүгін ғана қолымызға тие Абай музейінің хабаршысының кезекті нөмірін, кезекті санын осы біздің тұлғалық музейлер тақырыбына арнадық. Ал енді жалпы тұлғалық музейлердің ішінде тұлғаның содан кейін бізге сұрақ қойылды. Енді тұлғалық музейлер мәселен Астанада орналасса, жұмыс істеуге әлдеқайда қолайлы емес пе деген сияқты. Енді белгілі бір адамдар осы тұлғалық музейлердің басшысы болып төрағалығында отырғысы келген шығар. Оған біздің де қарсылығымыз жоқ, бірақ біздің негізгі мақсатымыз бұл жерде жаңағыдай лауазым, бұл Абай шаңырағының бас шырақшысы болу лауазым бізге жеткілікті деп ойлаймыз. Біз қазіргі мына интернет техниканың дамыған заманында шалғайлық жоқ. Сондықтан жақсы ұйымдастырып жатырмыз деп ойлаймыз. Енді келесі жылғы жоспар бойынша Алматының орталық музейінде, мемлекеттік орталық музейінде осы тұлғалық музейлердің үлкен көрмесін ұйымдастырып, оңтүстік Астананың тұрғындарын біздің барша тұлғаларымыздың жаңа 60-қа 50-ден астам мұражай болса, осы мұражайлардың тарихы мен олар туын көтеріп отырған, атын алып отырған тұлғалардың өмір жолымен қысқаша болса таныстыру мақсат етіліп отыр. Болат аға, жаңа өзіңіз жақсы айттыңыз, 60-ға жуық тұлғалық мұражай бар деп. Кейбіреулер шалғайда орналасқан. Енді әрине ауылда шалғайда орналасқандықтан инфрақұрылымды қаладағыдай бола бермес. Осыған баратын жолды, туристерге бір ыңғайлы дүниелерді алдын ала жоспарлау бар ма? Жоспарда бар ма осындай дүниелер? Негізі Қуаныш, өзің білесің, бізде мына көптеген жаңа мерейтойлық шаралар, мәселен 18-ші жылы бір тұлғамыздың 100 жылдығы болса, сол 18-ші жылы жаңағы апыл-ғұпыл қолға алынады. Тіпті ол 18-ші жылы жаңа қаңтар, ақпан, наурыз айынан бастап қолға алынса бір сары, жаңа бір ай қалған кезде ме, 2 ай қалған кезде қолға алынып, сол апыл-тұпыл әйтеу атап өтті деген жаңағы тұрғыда бір конференция өткізіп, немесе бір ат бәйгесін ұйымдастырады да, сонымен жаңағы жауып қойылады. Негізінен республикалық деңгейде бәлкім бір шара жаңағы үлкен ұлан асыр той жасау, ат бәйгесі,
ол ендігі бір материалдық немесе қаржылық шашу емес, бірақ жаңағыдай халықты да танытатын, жастарды да танытатын мұндай тойлардың да керек екені даусыз нәрсе. Қазір біздің елімізде осы Семей өңірінде де бірқатар бабаларымызға арналған ат бәйгелер ұйымдастырылып жатады. Ал енді бірақ негізгі мақсат жергілікті жерлерде немесе білім ордаларында жас ұрпақпен тәрбиеде мұндай жұмыстар кемінде 1 жыл бұрын басталу керек. Мәселен, Абайдың 170 жылдығы 2015 жылы аталып өтті. Алда әлі 5 жыл бар еді. Мен осы тойдан кейін 2 жылдан кейін осы Абай музейіне директор болып қызметке келдім. Біздің бірақ алғашқы қойған өзіме мақсатым сол 175 жылдық, алда 5 жыл бар, сол 175 жылдықты негізгі мақсат етіп алдымызға қойдық. Өйткені күнделікті жұмыс, немесе жылдық жоспарлар орындау, немесе тиісті әртүрлі мәдени әдеби шаралар өткізу, танымдық тарихи шаралар өткізу, ол өзі тікелей міндеті жаңа әрбір ұжымның, музейдің немесе кез келген еңбек ұжымының. Ал негізгі мақсат ол сол 175 жылдыққа біз немен барамыз? Сол 1 жыл қалған кезде жаңағы төбесін жауып, немесе 1-2 жерін бояп, есік терезесін бояп, немесе бір үлкен конференция өткізе салу емес. Бұған бару деген жаңағы әсіресе біз Ұлы Абайдың өзінің атын иемденіп отырғаннан кейін, Ұлы Абайдың өзінің шаңырағы болғандықтан біз оған жан-жақты дайындықты сол 2-3 ай өте салысымен сол қолға алдық. Сонымен оған және бір үлкен бір себепкер болған нәрсе, мәселен 16 жылы өзің білесің, Қайым Мұхамедхановтың 100 жылдығы аталып өтті. Қайым Мұхамедхановтың 100 жылдығына байланысты Астанадан Қайымды Алаштың соңғы тұяғы деп тегін айтпайды. Сондықтан өзі армандаған, елінің тәуелсіздігін армандаған, сол тәуелсіздік жолында ұлы ақынның, Абайдың ақындық мектебін көрсетемін деп жүріп запас шеккен Қайым Мұхамедхановты таныту үшін көптеген шаралар атқарылды. Соның ең бастысы, мәселен, Алматы мен Астанада көрмелер ұйымдастырылды. Біздің облыстарда, сонау батыстан бастап, Маңғыстаудың Ақтауынан бастап, оңтүстікке шейін бірқатар көрмелер ұйымдастырылды. Содан кейін осында Семей қаласында үлкен, өзің білесің, жұртшылық жиналған салтанатты жиналыс жиын өтті. Сонымен қатар Қайымға арнап, Қайымның өзі жеке томдықтар 10 томдығы жарыққа шыққанын білесің. 16 жыл солай аяқталса, бұл енді жаңағы Абайдың, Ұлы Абайдың мұрасының зерттеуші, бас текстологы Қайым Мұхамедқа арналған шаралармен аталып өтсе, бұл да Ұлы Абайға дайындықтың шаруасы. Сондықтан біз қазір осы ойдан ой қозғай келе Абай шығармаларының 2 томдық жинағын қайтадан бір шығарсақ, арасында кейбір кеткен ағаттықтар, қателіктер болса, соны түзетіп қайтадан шығарсақ деген шаруа, сол 16 жылғы басталған шаруаны қолға алып жатырмыз. Келесі жылдың жоспарына, мәселен кітап баспа жоспарына Абайдың 2 томдығын шығару жөніндегі қазір тиісті баспалармен Қазақпарат баспасы деген бар Алматыда, осылармен келісім шартқа қол қойдық. Осындай мақсатымыз бар. Ал енді 17 жылы өзің білесің, бүкіл елімізде халықаралық Экспо 2017 шарасы өтті. Осы шараның тұсында бізде тағы да Мұхтар Әуезовтің 120 жылдығы аталып өтті. Алаш автономиясының 100 жылдығы аталып өтті. Абайдың ақын шәкірттерінің бірі Әсет Найманбайұлының 150 жылдығы аталып өтті. Осының барлығына музей өз тарапынан келген кезде, мәселен, Алаш арыстары, Мұхтар Әуезов мұражайы осы Семейдегі орналасқан 2 қабатты үйде орналасқан. Соның 2-ші қабаты ғана негізінен пайдаланып келсе, былтырғы жыл дайынды жөндеу жұмыстарының және реэкспозиция дейді. Музейдегі жаңағы жәдігерлерді қайта құрылымдау шараларының нәтижесінде музейдің 2 қабаты да қазір көрермендерін, келушілерді қабылдауға дайын болып, мазмұны бай түсті. Сонымен қатар Мақаншыдағы, сонау Үржар ауданының қиырындағы Әсет Найманбайұлының мұражайы бұрын бір ғана залда орналасқан болса, былтыр 150 жылдығына дайындық барысында Әсет Найманбайұлының мұражайы қазір 300 залда қанат жайды. Сонымен қатар біздің Экспоға байланысты халықаралық шара ғой. Сол Астанада барып үлкен шара өткізіп, Адамзаттың Абайы деген. Ол шараға қатысқан көрмеміз 1 жыл сол Астананың Қазақ концерт залында, ұлттық Еуразия мемлекеттік университетінде, ұлттық кітапханада, академиялық кітапханада, тағысындағылар мектеп оқу орындарында болу арқылы 1 жыл Астанада болды. Содан осында жақында келіп, ең алғашқы өздеріңді ол туралы хабарладыңдар. Көрмені жаңа Адамзаттың Абайын қалалық әкімдіктің алдымен 1-ші қабатында ашқан болатынбыз. Қала басшылығы одан кейін оны 5-ші этажға, 5-ші қабатқа көтеріп, 5-ші қабатта қазір келушілеріне, меніңше, Абайды неғұрлым мейлінше кеңірек таныстыруға өзінше үлес қосып тұр ғой деп ойлаймын. Енді биыл Шәкәрім Құдайбердіұлының 160 жылдық мерейтойы аясында Шәкәрімнің саят қорасы экспозициясы жөнделіп, әрі қайта құрылымдалып музей ретінде ашылған болатын. Жалпы Шәкәрімнің өмірі мен шығармасымен танысушыларға
бұл таптырмас олжа болмақ па? Қалай ойлайсыз? Қай жерде орналасқан? Бізде мынау белгілі бір шаруаларды қолға алған кезде әйтеуір жасау керек, немесе әйтеуір көрсету керек деген сияқты бір кішкентай бір ағаттықтар кетіп жатады. Мәселен, осы шәкәрімнің Саид қорасы экспозициясы деп аталған, ол 2006 жылы ашылған екен. Бірақ ашылған деген аты болмаса, өкінішке қарай, аты барда заты жоқ болған. Өйткені жазды күні оның кіреберісі пластик материалдардан жасалғандықтан, пластик материалдан өзі теплица жасау болады. Қысты күні қойсаңыз, обуш өсіруге болады, кішкене көкөніс өсіруге болады, кішкене ағаштарға қарайсыз. Іші өрттеп тұрады екен жазды күні. Мен 16 жылы, енді 15 жылы келдім, 16 жылы барып қараған кезде жазды күні өрт, қысты күні от жағылмайды, жаңа аяз. Аптаппен жаңағы аяздың ортасында тұрған нәрсе, оған барып көрсетуге дерінеді екен. Өйткені оған арнайы бөлінген адам жоқ. Сондықтан кез келген жаңа мұражайды ашпас бұрын, онда кім отырады, оны кім көрсетеді, оның ертеңгі аязда, күннің суығында, жаздың қапас ыстығында келушілерге қаншалықты жайлы ол жағы да ойластырылу. Сондықтан биыл ұлы Шәкәрім атамыздың, Шәкәрім қажының 160 жылдығына орай былтырғы жылдан бастап дайындық басталды, бірақ әр жылдың өзінің бір жеке жүктері болып отырады. Жаңа айттық, 17 жылдың жүгі Абай шаңырағына аз болған жоқ. Сондықтан дайындала отырып, біз бұрын бір бөлмеден ғана тұратын жаңағы Шәкәрім Саид қорасы экспозициясын кеңейтіп, қайта жасақтаудың арқасында қазір 300 залдан тұрады. Осы 20-сында ашып, Абай елінің ақсақалдарын шақырып, батасын алып, Шәкәрім атамыздың басына барып Құран отырып, хатым түсіріп, сол қазір оның басында 2 адам қызмет көрсетеді. Біреу жаңа маңайының тазалығына, от жағына қараса, екіншісі экскурсовод ретінде, музей қараушысы ретінде келушілерге қызмет көрсетіп жатыр. Қай жерде орналасқан? Бұл жаңағы біздің Жидебайда Абай музейінің тап іргесінде орналасқан. Абай музейінің алдына барып, Жидебайға барып келушілер түсе қалған жағдайда арнайы көрсеткіш тақты арқылы оп-оңай тауып алады. Және бұны жасаған кезде біз сыртын жаңа пластикті алып тастап орнын сол кездегі Шәкәрім атамыздың өзі тұрған Саид қорасының балшықтан, саз балшықтан жасалған қора болған. Соны тура сол саз балшықтан жасалғандай қойып, сонда қараған кезде, анау тұрған міне біздің Шәкәрім атамыздың Саид қорасы дейтіндей адамға бірден көзіне көрініп тұрады. Қандай дүниелер бар аға? Оның ішінде Шәкәрімнің заманындағы дүниелер, Шәкәрімнің қажының шығармалары, сонымен қатар біздің ұлттық салт дәстүрдің дүниелері, соның Саид қора болғаннан кейін бұл енді аңшылықтың орталығы, аңшылықтың бір бұрышы деген сияқты. Сондықтан сол кезде Шәкәрім атамыз талай осы біздің Шыңғыстың ішіндегі жаңа қасқырында, елігінде, киігінде, түркісінде жаңа өзінің қарауылына іліндірген шығар деп ойлаймыз. Солардың жаңа аңдардың терілері. Содан кейін ең бастысы енді бұл жерде Шәкәрім Саид қорасы бола тұрғанмен де ең бастысы біз Шәкәрімді ұлы ақын ретінде танитындықтан оның жаңағы орыс ақындарының аудармасы, өзінің төл шығармалары қойылған, және ең бастысы заманауи материалдан жасалған Шәкәрімнің бейнесі сол бір бөлмеде өзінің жаңағы жұмыс бөлмесі сияқты орналасты. Ол бұрын сіз білсеңіз, көрсеңіз, алаш арыстарында орналасқан болатын, сол Шәкәрімнің өзінің бейнесін өзінің жаңа Саид қорасына барып қайтадан орналастырды. Болат аға, жалпы атақты жазушы Лев Толстойдың жалпы кіндік қаны тамған ері жеткен ясная поянада жыл сайын жазушының ұрпақтары жиналып бас қосып тұрады екен. Бізде Абай Құнанбайұлының бас ақынның ұрпақтарын Жидебайға жинап, сол жерде үлкен бір мәдени шараға ұйымдастырса қалай болар еді, қалай ойлайсыз? Мен осы кеше ғана сол Ясный Полянадағы Толстойдың музейінің үйінің жетекшісі Елена Александровна деген Толстой дейді. Шөбересі болу керек деп ойлаймын. Даусына қарағанда сол 30-40-тың арасындағы әйел адам екен. Телефонмен сөйлесіп, оны сөйлесудің себебі бізде қазан айының 19-20-ларында үлкен халықаралық шара өтеді. Ол шараның негізгі ұйымдастырушысы, құрылтайшысы Шәкәрім университеті. Сонымен қатар осы Абай Шәкәрім мұрасына жанашыр ретінде екінші бір жаңағы ұйымдастырушысы бізде атсалысып жатырмыз. Сол кісіге жаңағы осы Шәкәрім өткен Лев Николайұлы Толстойға қатты табынып, оның мұрасын өте киелі санаған. Тіпті сендер мені мойындасаңдар, мойындамаңдар, менің бір танитыным Толстой дейді. Содан кейін сенің ұлтың маған әлгі дініңнің қажеті жоқ, менің дінім Толстой деп айтады. Сондықтан өте құрметтеген, өте ардақ тұтқан адамның мұражайынан да
жетекшісі немесе белгілі бір қызметкер келсе деп өтініш айтып кеше телефонмен сөйлестік. Олар бір күн ертең жауабын беру керек. Сондықтан жаңағы қазан айында болатын шараға шақырылды. Сонымен қатар қазан айында шәкәрім ұрпақтары да арнайы тізімі қайтадан қаралып шықты. Осы тізім бойынша шәкәрім ұрпақтарын шығыз. Ал енді Абай ұрпақтарына келетін болсақ, Абайдың өзіңіз білесіз 71 жылы туған Данияр деген жаңағы немене болып келеді. Ұрпағынан содан кейін Айдос деген немене баласы. Бұлар Ақылбайдан тарайтын ұрпақтары 6-шы ұрпағы болып келеді. 6-шы ұрпағы. Осылар Алматыда тұрады. Ең жақындары осы Айдос пен Данияр. Осы екеуін шақырылып отырады, тұрақты байланыстамыз. Былтырда Алматыда барып, сол Айдос деген азамат құрылысшы болып жұмыс істейді екен. Ұлы Абай ескерткішінің қасында екеуміз ескерткіш суретке түсіп, біраз әңгімелестік. Шын мәнінде байыпты, байсалды, үлкен бір қызметке ие болып отырмағанымен, адам ретінде өз қасиетін білетін, қадірін білетін бір азаматты көргендей болып қайттым. Енді және айтып отырмыз, Абай жалпы біз қазақ халқы жалпы Пушкинді жақсы танимыз, орыстың бас ақыны. Одан кейін шетелдік ақындар Байрон болсын, жалпы Шекспирлерді танимыз. Ал қазақтың бас ақыны Абайды қаншалықты басқа ел танып жатыр? Әрине көше аттары беріліп жатыр Абай ақынын, бірақ ақын ретінде, адам ретінде қаншалықты танып жатыр? Ескерткіштері де ашылып жатыр, өзің білесің, шетелдерде. Бірақ ұлы Абайды шетелде насихаттауда әлі үлкен шаруа атқару керек. Өйткені бізде бір халықаралық конференцияларға кейде шетелден келетін болса, олар біздің қазақстандық жазушылардың, ғалымдардың жазғанын оқып алып, қазақтың ұлы ақыны деген тұрғыда ғана пікір айтудан аса алмайды келетін адамдар. Соған қарап отырып, және шетелде жарияланатын еңбектерге қарап отырып, біздің соншалықты адамзаттың игіліктерге үлкен ол жасалған ұлы Абайдай тұлғамыздың насихатталуының аз екені кішкене көңілге кірбің түсіреді. Шынын айту керек. Ұлы Әуезовтен кейін негізі насихатталмады деп айту қазақ жерінде обал болады. Мекемтас Мырзахмет болсын, бағана айтып өткен біздің ғұлама Қайым Мұхамедханов, Тұрсын Жұртбаев деген үлкен азамат бар. Төкен ағаң Ибрагимов осы мұражайды 33 жыл басқарған. Ондаған адамдар қызмет еткен. Қазақ жерінде бұл насихатталуы баршылық, бірақ бізде мынау сол байыбына бармай кейде сөйлеп қалатын жағдайлар болып жатады. Оны бірақ тереңдетпей-ақ қойсақ деп отырмын, өйткені оны біраз адамдар біледі. Ал енді әркім ит үреді, керуен көшеді деген сияқты, ұлы Абайға қарсы жалпы күмән келтіре сөйлеу, ол ұлы Абайдың шығармасын ең болмаса бір рет оқып шықпау дегенді көрсетеді. Өзіңіз қараңызшы, қазір Құнанбай бейнесі Әуезовтің шығармасында дұрыс көрсетілмепті деген бір пікірлер айтылып қалып жатады. Мүлде қате пікір. Егер баяғы совет заманындағы кеңес дәуіріндегі кеңес азаматы ретінде сіз құлдық көңілмен, пиғылмен оқыған болсаңыз Абай жолын, тап күрес тұрғысынан, онда шынында да Құнанбай бір үстем таптың өкілі, қатыгез, айлакер адам сияқты болып көрінеді. Ал бүгінгі шын мәнінде азат елдің азаматы ретінде оқысаң, Әуезовтің қолданған кейбір әдеби басқа да әдіс амалдары көрнекі. Ол сол заманда жаңағы биліктің көзін алдай отырып та Құнанбай бейнесін ерекше жарқын етіп көрсеткенін көреміз. Тіпті басқасын айтпай-ақ, Құнанбайдың өз баласы ұлы Абай әкесінің қасында қарап отырып, басқа Құнанбайдың замандастарымен салыстыра келіп, әкесіне қарап қайран қалады. Жұмбақ адам дейді. Немесе қайран, ойбай, қатпар шың сияқты қоймады. Ал сонда ұлы Абай мойындап отырған Құнанбай кем бола ма? Екіншіден, сонда Құнанбай атамызбен жауласып жүрген Байсал, Байдалы, Бөжей, Қаратай деген сияқты азаматтар бәрі бас қосып жиналып қалған жерде, осы біздің елдің жомарты кім дейді? Жомарт Құнанбай дейді. Елдің жақсысы кім дейді? Құнанбай дейді. Елдің ақыл-ойы кім дейді? Құнанбай дейді. Сонда жаңағы өзіне қарсы дұшпан болып жүрген адамдардың аузымен айтқыза отырып, ұлы Әуезов Құнанбайдың кім екенін бүгінгі дүниеге айтып та көрсетіп те кеткен. Ал кітаптың ішінде кейбір қатыгездік деректері сияқты болып көрінетін, мәселен Қодар мен Қамқаға байланысты шара, немересі Әмірге байланысты қолданатын қаталдау шаралары, бұлар сол замандағы салт дәстүрге лайықты, керек десеңіз, кішкене анадай жалпы мұсылман қауымында, адамзат қауымында болмайтын жаңадай ұят әрекеттерге ұйықтап жатқан бала шошып оянатындай
тосқауыл қойды. Тосқауыл қою. Біз бұл әрекет бүгінгі таңда көрініс табуы мүмкін еді. Әрине. Сондықтан біздің әлі де мен айтқым келеді. Абай жолын қайтара бір оқып шығу керек. Енді болашақта жалпы абай зерттелмей қалу мүмкін деген бір кейде ойларды айтылып жатады. Өйткені бүгінгі таңда ғалымдардың да жалақысы мардымсыз, басқа жұмысқа ауысып жатады деген сияқты. Сіз қалай ойлайсыз аға? Жоқ, абай алаш жұрты, демек біздің Қазақстанымыз аман тұрғанда, ол әлгі бір романтикалық тұрғыда немесе бір шабытпен айтылған сөздер емес, қазақ аман тұрғанда абай зерттелмей қалуы мүмкін емес. Ол туралы әңгіме болды. Өйткені абай біздің тірлігімізге қажет дүние. Мәселен, қазір абайдан кейін де қазақта талай дарынды ақындар туған шығар, бірақ абай бірінші ақын. Біздің жазба әдебиетін бастап берген ақын. Мынау міне абай туралы естеліктер дегенде, былтыр біздің Абай мұражайының ұжымы дайындап, ғылыми қызметкерлері биыл республикаға 5000 данамен жарыққа шықты. Бұл мен бұрын 5000 данамен деген соңғы жылдары, мына кейін тәуелсіздік алғаннан бері мұндай тираж болмаған. Сонымен қатар абай шығармаларының балаларға арналған кітабын Абай мұражайының ғылыми қызметкері дайындап, ата-анаға көз қуаныш деген мынадай әдемі өз көркем суретті безендірілген, және мұның ішіндегі суреттердің барлығы Абай мұражайындағы кімде белгілі суретшілердің алынған суреттерімен беріліп отыр. Осы суреттер шықты. Тек қана былтырғы жылы ғана біз 17 түрлі абай мұрасына қатысты кітап шығарған. Бір музей ғана. Оның ішінде мәселен Қытай, ағылшын, қазақ, орыс тілдерінде шығарған абайдың қойын кітапшалары. Мұнан сонау экспоға келген біздің Қазақстанымыздың қонақтарына Қазақстанның атынан таратылып десек артық емес. Мұндай кітаптар көптен бері шықпаған. Сол сияқты міне Шыңғыстау ұлылар шыңы. Бұл да көркем суретті альбом. Мұны да қазір біз келесі жылы, бізде егер былтыр санаулы тиражбен шыққан болса, енді келесі жылдары ұлылар мекені дейді. Сол сияқты біздің жалпы осы кітаптардың арасында абайтанушылардың, осында Арам Еспенбетов деген үлкен ғалым ағамыз бар. Сол сияқты Асан Омаров деген абайтушы ғалым азаматтар бар. Басқа да басқа азаматтардың, жалпы жақсы ақындарымыздың өлеңдерінде былтыр осы Абай мұражайының қызметкерлерін дайындаумен 17 кітап дедім ғой, 20-ға жуық кітап жарық көрді. Ал сондықтан абай шығармалары насихатталмай қалуы мүмкін деген, онда қазақта жоқ деген сөз. Өйткені қазақтың өзі бір үлкен мақтаныш ететін тұлғасы, және ол тұлға болғандықтан ғана емес, тұлғаның артында тұрған сөзіне қарап ісін ал дейді, кісін ал дейді, сөзіне қарап кісін ал дейді. Сондықтан мына осындай ұлы сөз қалдырған, бізге ұлағат болып тұрған ұлы Абай сияқты қайраткердің, біздің ұлы ақынымыздың тұлғасы насихатталуы меніңше бұдан әрі жандана береді. Өткен жылда өтіп тұратын абай оқуларының өзіне келген кезде кейбір балалар абайдың 300-ге шейін, Абай Шәкәрім Мұхтардың, Абай Шәкәрімнің 300-ге шейін шығармаларынан үзінді оқуға дайын. Қазіргі мәселен Абай музейіне жетекші қып тағайындады. Ол бала Нұржан Байтөс деген жігіт аудандық газет 3 жыл басқарған. 2005 жылғы Абай оқуларының, республикалық Абай оқуларының гран-при иегері. Қазір Абай музейіне 30 жастағы азамат жетекші болып келді. Бір жыл орын бос тұрған, лайықты адам іздеп жүріп, сол Нұржан Байтөс азамат келді. Оған біздің Фейсбукта барлық осы жанашыр, Абай мұрасына жанашыр қауым қол соғып, жүздеген адам жаңағы немене дейді, дұрыс болды деген қолдауларын білдіріп жатыр. Бәрекелді. Болат Жүнісбекұлы, жалпы алтын уақытыңызды бөліп, бүгінгі хабарға келгеніңізге көп рахмет айтамыз. Салиқалы сұхбатыңызға рахмет. Әлі де Абай жайлы, Абайдың ақын шәкірттері жайлы талай дүниелер келеді деген біз ойдамыз. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Көп рахмет. Құрметті көрермендер, осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келесі бейсенбіде аман есен жүздескенше, әр істеріңіз берекелі, әр күндеріңіз мерекелі болғай.